Осыдан 10 жыл бұрын мен түркмен башының саясаты ұнайды деп айтам деген ой болмаған еді. Қазір менің жасым 35-ке келді. 35 жас өте қызық жас екен. Қазір енді мен түркмен башының түсінемін деп айта аламын. Түркмен башының ісін қолдай алам деп айта аламын. 91 жылы Түркменстан егеменге қол жеткізген кезде түркмендердің саны 2 миллион болған еді. Мына қапталында талиптерге, моджахеттерге, түрлі террористерге тола халқы 80 миллион Ауғанстан бар еді. Басқа қапталында халқы 30 миллионнан аса Өзбекстан бар еді. Ал түркменнің саны 2 миллион. Өз шекараларынан ешкімді өткізбейтін болып, шекараны жабатын шешім қабылдаған Түркменстан 30 жылдың ішінде өз халқының санын, түркменнің санын 2 миллионнан 6-7 миллионға дейін көтерді. Түркменнің қыздарын ұрлап жезөкшелікке сата алмағандар айтады, түркмен башы диктатор дейді. Түркменстанның қазы байлығын ұрлай алмаған адамдар түркмен башының атына кір келтіреді. Түркменстан шекарасын жаппаған кезде қазір қай жерде болар еді? Ол Ауғанстанның бір жері болар еді. Және түркмен деген халық болмас еді. Түркмен башы шекараны жапқанның арқасында түркмен аман қалыпты. Түркменстан аман қалыпты. Олар өздерінің түркмен тілдеріне қайтты. Өз мәдениеттеріне оралды. 30 жылдың ішінде. Енді тағы 30 жыл өткеннен кейін Түркменстан алға басуға, дамыған елдердің қатарына кіруге дайын болады. Назар аударыңыздар, өз тілдерінде сөйлеген елдер ғана дамып кеткен. Жапония, Корея, Германия, басқа Европаның елдері, Америка. Ал өз тілдерінде сөйлемейтін елдер артта келе жатыр. Оның ішінде Қазақстан. Кезінде біз Өзбекстанды мазақ ететін едік, өзбектерді. Қалып қойған, дамымай жатыр деп. Ал қазір Өзбекстан Қазақстанның алдына шығып кетті. Себебі өзбектер үшін, өзбектің психологиясы ол. Өзбек тілде сөйлеу, өзбек абырой деп санайды. Ал қазақ болса, өз тілінде сөйлеуден ұялады. Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан тіл тағдыры, ел тағдыры, ұлт тағдыры, болашақ тағдыры. Қазақ тілде сөйлейік.